Сәлем достар, бүгін өте дәмді сап-сары ірімшік жасайтын боламыз. Алдымен подписаться басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Мінекей, өте дәмді болып шығады. Балалар өте ұнатып жейтін болады. Сіздер де менің видеома қарап жасап көрсеңіздер болады. Дәмі керемет болып шығады. Шаймен ішсең күшті кетеді. Маған қатты ұнайды, сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Алдымен қазанымызға сүтімізді, 2 литр сүтімізді құйып аламыз. 2 литр сүтімізге 2 литр айран құятын боламыз. Мінекей айранымызды құйдым. Мінекей енді қайнаған күтеміз. Қайнаған соң баяу отта мінекей осылай қайнайды. Қозғамаймыз, вообще қозғамаймыз. Өзі жай қайнай береді. Міне сары суы полный шықты. Сүзекімен сүзіп алып тастаймыз. Барлығын сүзіп алмаймыз, кішкене сүзіп аламыз. Жартысы сары суы, жартысы қалу керек. Мінекей сары суы қалды жартысы. Кішкене алдым. Қуырылғанға сары су қалдырып кеттім. Мінекей. Үстіне құмшекер себеміз. 1 бокал құмшекер септім. Сіздер де өздеріңіз қалауыңызша жарты бокал салсаңыздар да. Біздің балалар тәтті болғанды ұнатады. Сол үшін мен көптеу құмшекер салдым. Мінекей қайнап жатыр. Қозғамаймыз вообще. Ең соңында суы азайған кезде капкырымызбен ар жағын аударып қоямыз. Ол жағы да сарғаю үшін. Мінекей арғы беті де қуырылу қажет. Мінекей сап-сары ірімшік шықты. Өте дәмді болып шығады. Мінекей ас болсын, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.